Армысыздар ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, күн шығулалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Түбі бір түркі халықтарының, әсіресе өзбек қазақ халықтарының өзара достық қарым-қатынастары әлдеқашан мызғымастай етіп дәнекерленген. Өзбекстан мен Қазақстан өздерін бауырлас туысқан ел деп иық тіресіп қатар дамып келеді. Тіпті тәуелсіздік алған алғашқы жылдары екі ел мәңгілік достық шартында қабылдаған. Сондықтан болар, соңғы жылдары екі ел арасындағы жоғары оқу орындары арасында білімін жетілдіру, тәжірибе алмасу, тіпті рейтингі жоғары оқу орындарының филиалдарда жұмыс жасап тұр. Біз бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің Шыршық филиалындамыз. Бұл жолы сіз көрермендерге аталмыш оқу орнының жұмыс үдерісі жайлы сыр шертпекпіз. Көріп тамашалаңыздар. Білім беру саласында Өзбекстан мен Қазақстанның жоғары оқу орындарының арасында ынтымақтастық бойынша 280-ден астам меморандум және келісім шарт бар. Мемлекетіміз басшысының 2024 жылғы 8 тамыздағы Қазақстанға ресми сапарының нәтижесінде Алматы қаласында Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлері институтының, сондай-ақ Шыршықта Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің филиалдары жұмыс бастады. Мұхтар Әуезов атындағы университет 80 жылдықтан асқан өзінің тарихы бар. Университет көп салалы, техникалық, гуманитарлық және творчестволық бағыттағы кең салалы университет. 2-3 жылдың ішінде Өзбекстандан 7000 балаға дейін өзбек студенттері келіп білім ала бастады. Өзбекстаннан келіп білім алатын балалардың ішінде одан басқа да республикадан білім алып жатқан студенттер болды. Яғни біз халықаралық студентте алғашқы 500 топқа кіргенге байланысты біздің диплом нострификациясыз өтетін болды. Сондықтан да осындай қызығушылық пайда болды. Біз Өзбекстан Республикасының ғылым және инновациялар уәзірлігіменен бірлесіп жұмыс жасай басталды. Өзбекстан Республикасының ғылым және инновациялар уәзірлігіне біздің алғысымыз өте шексіз. Қазіргі таңда 40% оқытушы профессор құрамы ол Қазақстан тарапынан болады, 60% оқытушы профессор құрамы ол Өзбекстан мемлекетінің тарапынан болады. Бүгінде аталмыш оқу орнында жергілікті профессор оқытушылардан тыс негізгі оқу орнынан да білікті кадрлар келіп, студент жастарға кәсіби білім беруде. Осы біздің университетіміз мемлекеттік тіркеуден біз 16 тамыздан бастап тіркелдік. Осы Шыршық қаласында бізде бірнеше лабораториялар, аудиториялар бар. Бұл жақта бізде 400 студентке жуық бар студенттеріміз. Олардың барлықтарын біз сұхбатпен біз оларды қабылдадық. Неге десеңіздер, біз Қазақстандық жоғары оқу орын болғандықпен біздің шетел азаматтар сұхбат арқылы оқуға қабылдаймыз. Жалпы айтыңызшы, жалпы бұл жерде қазір бірінші курс бірінші оқу жылы сіздерде дерлік аяқталып жатыр. Ал сол студенттердің толыққанды білім алуына сіздерде мүмкіндік қай дәрежеде жаратылған? Бізде бірнеше аудиториялар бар ғой, ол жақта сабақтар өтеді. Бізде 2 ауысымда оқиды олар. Сағат 9-да бірінші ауысым, екінші ауысым бізде сағат 2-ден басталады. Екінші ауысымда гуманитарлық бағыттары оқиды. Бізде юриспруденция бар, халықаралық құқық бар, экономика бар, одан басқа экология бар. Бірнеше бар, 9 бағдарлама бойынша білім беріп жатырмыз. Бізде көбінесе зерттеу дейді ғой. Зерттеу университет болғанымен, мына жақта біз ғылым жағынан да Өзбекстан Республикасына үлес қосқымыз келеді. Сондықтан Өзбекстанның, Қазақстанның ғалымдарымен бірлесіп, ғылымды көтерейік. Сондықтан Өзбекстан Республикасының жоғары оқу орындарында QS-ке тағы да кіргізейік. Немесе біздің тағы да бір мақсатымыз бар. Осы біз Қазақстан университеті болғанымен, біз Қазақстан университетінің филиалымыз ғой. Бірақ та Өзбекстан жоғары оқу орны саналамыз. Сонымен бізде бір мақсатымыз бар. QS-тің, сол мындықтың өзіміз филиал ретінде жеке кірсек жақсы болатын еді. Оңтүстік Қазақстан университетінің Шыршық филиалында бірінші курс студентімін. Қазірде менің мамандығым халықаралық құқық мамандығы. Бұл бағыт ең алдымен мен балалық кезімнен арман болған. Басында менде күмән болған. Заңгер бола аламын ба? Жоқ, бұл жердегі ұстаздар әрине
сабақтан басқа да мотивация береді. Алдағы жоспарым осы жерді бітіріп, Алла бұйыртса магистратураға оқуға түсу және де заңгер болу. Бұл университетіміздің экология факультетіде оқимын. Мен бұл факультетті танлаганымдан мақсатым, бұл факультетке judayam qiziqaman va hozirgida dolzarb masala shu ekologiya bo'layotgani uchun aynan shu fakultetni tanlaganman. Universitetimizda hamma shart-sharoitlar mavjud. Kutubxonamizda elektron kitoblar mavjud, badiiy kitoblar, o'zimizning sohamizga tegishli kitoblar har biri mavjud. Universitetimizda darsliklar jarayoni judayam qiziqarli. Har bitta spetsfanlar, har bitta darslari qiziqarli tarzda o'tadi. Жуырда ғана іс бастаған филиал болашақта жоғары білім беру бағыты бойынша нәтижелі бағдарламалар мен жобаларға негізделіп көптеген жоспарларды жүзеге асыруды көздеп отыр. Бізден 400-ден аса студенттеріміз екі тілде оқытылып жатыр. Ол өзбек тілінде және орыс тілінде. Ал енді болашақта біз 4 топ ашамыз деген ниеттеміз. Ол 4 топ орыс тілінде, қазақ тілінде, өзбек тілінде және ағылшын тілінде. Ағылшын тобының ашылуына себеп болған бізге тағы да бір түйткіл мәселе болды. Үстіміздегі жылы 16 қаңтарда Өзбекстан Республикасының президентінің тапсырмасы болды. Бұл тапсырмада осындай филиалдар менен, басқа да мемлекеттің ішіндегі орналасқан филиалдар менен жалпы Өзбекстан мемлекетіне ғылым саласында инвестициялар менен жаңа технологияларды пайдалану. Осылайша біздің екінші жағынан осы Өзбекстан Республикасына тартылып жатқан бұл адам капиталы. Біз Өзбекстанға маман дайындап отырмыз. Ол мамандар Өзбекстанда қалуға да мүмкіндігі толықтай бар. Және сонымен бірге болашақта егер Қазақстанға барам десе, Қазақстанда да, яғни қос дипломды мамандықты қазір 9 білім беру бағдарламасы бойынша жүргізіп жатырмыз. Ол бағдарламалардың ішінде көлік коммуникация, биотехнология, IT мамандықтарды, экономикалық мамандықтарды мен жалпы айтып отырмын. Және мынау көлік коммуникациясы мамандықтар, электроэнергетика мамандықтары ол қазіргі таңдаулы мамандықтардың қатарына жатады. Экология мамандықтары. Неге десеңіз, біз мамандықтың санын көп алмадық. Бұл барлығы да техникалық жүйедегі және халықаралық құқық мамандықтары бізде қазір бар және оқытылып жатыр. Еліміздегі заңгерлер дайындайтын санаулы университеттердің қатарында аталмыш оқу орнының да бар екені аса маңызға ие. Мұнда студенттердің бұл саланы толыққанды меңгеру үшін қажетті көрнекіліктер мен тәжірибе бөлмелері жеткілікті. Жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қалай? Сіздің мамандығыңызға деген студенттердің қызығушылығы қалай? Өз мамандығым биотехнология бойынша қорғағанмын. Биотехнология өз жерде бар. Биотехнология бар, қызығушылар өте мол. Бізде медициналық биотехнология келешекте болады. Қазір бізде тағамдық биотехнология және ауыл шаруашылық. Жалпы осы жоғары оқу орны Өзбекстанның көптеген жоғары оқу орындарымен меморандумдарға қол қойған. Олармен жаңағы тығыз байланысты жұмыс жасайды. Ал енді сіздің бағытыңыз, сіздің салаңыз ол жалпы бүкіл әлемге ортақ сала деп ойлаймын, өйткені биотехнология деген ол барлық жерде бірдей. Сондықтан сіздің бағытыңыздағы жаңағы басқа Өзбекстандағы жоғары оқу орындарымен арасындағы бір қарым-қатынастар бар ма, бір байланыстар, өзара тәжірибе алмасу деген сияқты? Иә, ол негізі болады. Қазір біз дайындап жатырмыз. Самарқандтағы бір университет бар ғой, биотехнология, ветеринария дегендей. Солармен меморандум түземіз, Құдай қаласа. Сонымен аграрный университетпен бар ғой, сол аграрный университетпен де уже меморандум қол қойылды. Сонымен тығыз болады. Жалпы қиын емес пе? Басқа ел, басқа мемлекет, басқа менталитет, басқа ұлт? Енді біз қалай айтсам, ағайынды дейді ғой, біздің халықтарымыз бір ғой, түбіміз бір. Сондықтан менталитет басқа болғанмен, менталитет бұл жақтағы өзбек ағаларымыз өте мейірімді. Ассаламу алейкум деген кезде үстіп басымыз. Мен жұмысқа головной университетке барған кезде, басты университетке әдетке айналып кетіп, мен де үстіп амандасамын. Ассаламу алейкум. Я. Өте ұнайды маған. Негізі өте ұнайды. Осында Шыршық қаласы таудың қасында. Таудың қасында ауасы да таза. Әдемі қала. Студенттеріміз да, оқытушыларымыз да өте жақсы адамдар. Маған өзіме ұнайды.
Аталмыш оқу ордасында студент жастар арасында достық қарым-қатынастарын нығайту үшін жалпы халықтық және мемлекеттік мерекелерде көптеген шаралардың ұйымдастырылуы игі мақсатты көздеген университеттің жарқын болашағына қызмет етпек. Біздің мақсатымыз бейбіт қатар өмір сүру. Біздің мақсатымыз екі елдің көршілік мақсаттарын жалпы дипломатиялық қарым-қатынаста ұлғайту, соның ішіндегі ғылым менен білім саласында өзіміздің бүкіл жинақтаған зерттеулерімізді жас магистранттар менен докторанттардың ортасындағы және оқытушы профессор құрамының ортасындағы екі жақты байланысты нығайту болып табылады. Осы орайда айта кеткен дұрыс деп ойлаймын. Жалпы Әуезов атындағы бас университетіміз біздің қазіргі таңдағы Өзбекстан Республикасының 54 жоғарғы оқу орындары менен олар жаңағы меморандумға қол қойып ғылыми байланыста. Сол университеттің базасында өтетін қысқы сессия, жазғы жаңағы оқылымдар болып тұрады. Халықаралық аренада өтетін осындай үлкен оқылымдар және ғылыми практикалық конференциялар. Екі елдің байланысы өте мықты екендігін атап айтқым келеді. Қазір енді біздің алдымызға қойып отырған мақсатымыз қазір біз жуық арада ғана ауыл шаруашылығы бағытында Ташкенттегі ауыл шаруашылық техникалық университетімен меморандумға қол қойдық. Ондағы мақсатымыз болашақта магистратураны ашу. Сол сияқты экономикалық бағытта университетпенен меморандумға екі жақты қол қойдық. Ол да мынау дене шынықтыру және спорт жаңағы бағытындағы себебі бұл бағыттар біздің басты университетімізде негізгі бағыттар болып табылады. Енді екі жақты осындай магистратура, докторантура, жас ғалымдарды бір-біріне үйлестіріп, халықаралық аренада ғылыми үлкен проектлар жасап атсақ, бұл екі елдің де экономикасына үлкен инвестиция табылады деп айтуыма болады. Сондықтан да біз қазір осы бағытта жұмыс жасап отырмыз. Тек қана академиялық бағытпенен шектеліп қалғымыз келіп отырған жоқ. Біріншіден, яғни халықаралық аренаға кірудің методика әдістемесіменен таныстырсақ өзіміздің әріптестерімізді. Екіншіден, ғылыми магистратуралық, докторантуралық бағытты өрістететін болсақ. Үшіншіден, біздің ұлттық ғылым академиялары бар. Ол ұлттық ғылым академиялары Өзбекстанда, Қазақстандағы ұлттық ғылым академиялары менен бірлесіп үлкен-үлкен ғылыми жобаларды жасайтын болсақ, жас ғалымдарды өзімізге тартатын болсақ, ол деген екі мемлекеттің бейбіт қатар өмір сүруі өміршең болады деген ниеттеміз. Қазақтың көрнекті жазушысы Мұхтар Әуезов айтпақшы, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Осы игі мақсатты көздеген Өзбекстан мен Қазақстан елдер арасындағы ынтымақ бірлік артып, достық арқаулары нығая берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Әй сұлуыз қалың қалай, көңіл ауды саған қарай, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос бекен, жүрегіңіз әлі бос бекен,
кешіктім бе қабай білемін қалай. Сері жігіт болшы абай, сенделерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, онашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, онашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз қалай. Ашып алам оңай жолы керек, Ғашық адам солай болу керек. бір арманға күндей толу керек. Екі жүрек бірдей соғу керек. Көзіңізді жатқа сыйламай, Өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Жанарыңа толған шырай, сені шүкір берген Құдай. Сезіміміз тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай көрейік әрі қарай. қылығыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркелетсең бұлай. Сен боласың менің серім ай, мен боламын сенің теңің ай, әнімді арнай, жүрейін қалмай. Бәрі лайық бізге бағымыздан, Арылайық жалғыз шағымыздан, сағынайық ойлап таңымыздан. табылайық әркез жанымыздан. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай